Келесі 607 есебіміз бөлуді орындаңдар дейді. Біріншісі 3-тен 1 бөлу 9-дан 1 тең. 3-тен 1 санын өзін жазып қоямыз. Көбейтілген 1-ді бөліміне түсіреміз, 9-ды алымына шығарамыз. Қысқартамыз. Бізде қысқарады 3 санына 1, 3 болады. Сонда 3-ті 1-ге көбейтсек 3 болады, бөлшектің бөлімінде 1 болады. 3 санын 1-ге бөлетін болса, 3-ге тең болады. Келесі екіншісін шығарайық. 8-ден 3 бөлу 2-ден 1 тең. 8-ден 3 санын өзін жазып қоямыз. 2 алымына шығады, 1 бөліміне түседі тең. Қысқартамыз, 2 санына 1 болады, 4 болады. Сонда бөлшектің бөлімі 4-тен 3-ке тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 9-дан 4 бөлінген 9-дан 8 тең. 9-дан 4 санын өзін жазып қоямыз. 9-ды алымына шығарамыз да 8-ді бөліміне түсіреміз. Қысқартамыз, 9 мен 9 қысқарып кетеді. 4 санына қысқартатын болсаң 1 болады, 2 болады. Онда бөлшектің бөлімінде 2 қалады, алымында 1 саны қалады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 12-ден 1 бөлінген 6-дан 1 тең. 12-ден 1 санын өзін жазамыз. Көбейтілген 6 алымына шығады, 1 бөліміне түседі. Қысқартамыз, 6 санына 1 болады, 2 болады. Сонда 2-ден 1-ге тең болады екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 5-ден 3 бөлінген 25-ден 1 тең. 5-ден 3 санын өзін жазамыз. Көбейтілген 25-ті алымына шығарамыз да 1-ді бөліміне түсіреміз. 5 санына қысқартсақ 1 болады, 5 болады. Бөлшектің бөлімі 1-ге тең болады, алымы 15-ке тең болады. 15-ті 1-ге бөлетін болсақ, 15-тің өзіне тең болады екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 7-ден 2 бөлінген 7-ден 3 тең. 7-ден 2 санын өзін жазамыз. Алымына 7-ні шығарамыз, 3-ті бөліміне түсіріп жібереміз. 7 мен 7 қысқарып кетеді, сонда 3-тен 2 қалады екен. Келесі 8-шісін шығарайық. 7-шісі екен ғой, 7-шісі бар әлі бізде. 10-нан 1 бөлінген 10-нан 1 тең. 10-нан 1 санын өзін жазып қоямыз. 10 алымына шығады, 1 бөліміне түседі тең. Қысқарып кетеді. Алымда 1 қалады, бөлшектің бөлімінде 1 қалады. 1-ді 1-ге бөлсек 1-ге тең болады екен. Келесі 8-шісін шығарайық. 4-тен 3 бөлінген 8-ден 5 тең. 4-тен 3 санын жазып қоямыз. 8 алымына шығады, 5 бөліміне түседі. Қысқартамыз, 4 санына 1 болады, 2 болады. Бөлшектің бөлімінде 5, алымында 6 қалады. Бұрыс бөлшек шықты, аралас санға айналдыратын болсақ, 1,5-тен 1-ге тең болады. Сонымен есебіміз аяқталады. Келесі 602 есебіміз. Біріншісін шығарайық. 3 бөлу 9-дан 1 саны тең. 3-тің өзін жазып қоямыз. 9-ды алымына шығарамыз, бөлшектің бөліміне 1-ді түсіреміз тең. 3-тің бөлімінде 1 бар деп аламыз. Сонда бөлшектің бөлімі 1 мен 1-ді көбейтсек 1-ге тең, алымы 27-ге тең. 27 санын 1-ге бөлетін болсақ, 27-ның өзіне тең болады. Келесі екіншісін шығарайық. 6 бөлінген 11-ден 1 тең. Бөлшектің бөлімінде 1 бар деп есептейміз. 6 бөлшектің алымына 11 санын шығарамыз да 1-ді бөліміне түсіреміз. Бөлшектің бөлімі 1-ге тең, алымы 66-ға тең. 66-ны 1-ге бөлетін болсақ, 66-ның өзіне тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 4 бөлінген 8-ден 3 тең. 4-тің бөлімінде 1 бар деп есептейміз. 8 алымына шығады да 3 бөліміне түседі. Сонда бөлшектің бөлімінде 3, көбейтетін болсақ 32-ге тең. Бізде бұрыс бөлшек шықты. Аралас санға айналдыратын болсақ, 10,3-тен 2-ге тең болады екен. Келесі 4-шісін шығарайық. 5 бөлінген
7-тен 5 тең 5 бөлшектің бөлімінде 1 бар, 7 алымына шығады, 5 бөліміне түседі. Тең қысқартып жіберейік, 1 болады, бөлшектің бөлімінде 1, алымы 7-ге тең. 7-ні 1-ге бөлетін болсақ, так 7-ге тең болады екен. Келесі 5-шін шығарайық. 2,7-ден 1 бөлу 15 санына тең. Аралас саны бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 7, 14, 15 болады. 15 санасында 1 бар деп есептейміз де, 1-ді алымына шығарып, 15-ті бөліміне түсіреміз. Сонда қысқартып жібереміз, сонда нәтижесі 7-ден 1-ге тең болады екен. Келесі 6-шын шығарайық. 1,9-дан 7 бөлінген 8. 8-дің бөлімінде 1 бар деп есептейміз. Сонда 9 қосатын болсақ 16-ға тең болады. 8-ді бөлшектің бөліміне түсіріп жібереміз де, 1-ді алымына шығарамыз. Қысқартамыз. Так, 2 рет бар, сонда 9-дан 2 шығады екен. Келесі 7-шісін шығарайық. 4,2-ден 1 бөлінген 6. Бөлшектің бөліміне 1 санын қоямыз. Так, 2, 8, 9. Алымына 1 шығады, бөлшектің бөліміне 6 түседі екен. Қысқартайық, 3 санына 2 болады, 3 болады. Сонда бөлшектің бөлімі 4-тен 3-ге тең болады екен. Келесі 8-шісін шығарайық. 5,4-тен 1 бөлінген 7. Бөлшектің бөлімінде 1 саны бар, тең. Так, 4 болады, 21 болады. 7, 1. 7 санына қысқартатын болсақ, 3 болады, сонда 4-тен 3-ге тең. Сонымен есебіміз аяқталады.